Тема 6. Быт и хозяйство казахского народа. Первая часть. Быт казахского народа. Указательные местоимения в единственном числе. Бұл, Это, осы, это, мынау, это, мына, этот, ол, тот, та, то, сол, тот, та, то, анау, тот, та, то, ана, тот, та, то. Указательные местоимения во множественном числе. бұлар, Эти, осылар, эти, мыналар, эти, олар, те, солар, те, аналар. те. Указательные местоимения в единственном числе. Бұл кім? Бұл ата. Мынау не? Бұл сандық. Мына сандық қандай? Мына сандық үлкен. Осы қайсы бала? Осы кенже қыз. Анау ұл ма? Анау ұл. Ана адам ба? Ана адам. Сол үй ме? Сол үй. Анау не? Ол зауыт. Указательные местоимения во множественном числе. Мыналар, бұлар, осылар, аналар, солар, олар. В предложении Бұлар оқи ма? в указательном местоимении «булар» пишется окончание «лар», потому что в этом предложении отсутствует существительное во множественном числе. В предложении Бұл ұлдар оқиды ма? в указательном местоимении «бул» мы не пишем окончание «лар», потому что в этом предложении уже есть существительное во множественном числе с окончанием «дар». Служебные части речи в последнем столбике образуются из начальной формы этого слова и двух видов окончаний. Или с или с, ында или инде. Например, слово «сыртында» складывается из начальной формы этого слова «сырт» и окончание Ында. Сыртында, снаружи, астында, под, алдында, перед, артында, за, қасында, возле, у, жанында, около, подле, маңында, возле, около, оң жағында, справа от, сол жағында, слева от, үстінде, наверху, над, ішінде, внутри, түбінде, на дне, под, арасында, между, среди, ортасында, в середине, қарсысында, напротив, төбесінде. наверху, на, Мысық үстелдің үстінде. кошка на столе, кошка над столом, Мысық үстелдің астында. кошка под столом, Мысық қораптың алдында. кошка перед коробкой, Мысық қораптың артында. кошка за коробкой, кошка позади коробки, Мысық қораптың ішінде. кошка в коробке, Мысық қораптың сыртында. кошка снаружи коробки, Мысық үстел және қораптың арасында. кошка между столом и коробкой, Мысық үстел және қораптың ортасында. кошка посреди стола и коробки, Мысық үстелдің қасында. Мысық үстелдің жанында. кошка возле стола, кошка рядом со столом, Мысық үстелдің маңында. кошка около стола, Күшік мысықтың қарсысында. щенок напротив кошки, Мысық шкафтың төбесінде. кошка наверху шкафа.
Мысық үстелдің сол жағында. Кошка слева от стола. Күшік үстелдің оң жағында. Щенок справа от стола. Бала әкенің қасында. Ребенок возле кого? Ребенок возле отца. Балалар әкелердің маңында. Дети около кого? Дети около отцов. Балалар мектептің маңында. Дети около чего? Дети около школы. Бала мысықтардың қасында. Ребенок возле чего? Ребенок возле кошек. Мысық орындықтың астында. Кошка где? Кошка под стулом. Мысық кереуеттің астында. Кошка где? Кошка под кроватью. Сөмкелер парталардың астында. Сумки где? Сумки под партами. По учебнику выполните задание «Проверь себя», письменное задание от 1 до 8 и домашнее задание. Выучите наизусть 29 новых казахских слов и выражений.